Астана Қарағанды трассасының полициялық бөлімшесі. Түнгі сағат 11-де біртүрлі қалыптағы тұтқынды ұстап әкелді. Тағы да маған кімді әкелдің? Деді тақырбас. Осы бөлімшенің бастығы. Бәрі мәдениетсіз адам. Оны меч ұстап алды, ұйықтатып бізге хабарласты. Не үшін? Бұл құрғыжылық не үшін ұстағандарын түсіндіре аласыңдар ма? Бірақ ол мештің итін жеп қойды. Көлеңкеден мештің өзі шықты. Ол қалпақты шешіп бір қадам жүрді. Немене? Жеп қойды? Я, сэр, менің итім жарты денесін жеп қойды. Сосын мен оны ұйықтатып, коптарды шақырдым, яғни полицияны. Сосын сіздің адамдарыңыз оны ұстап алды. Тұтқан біртүрлі көрінді. Жан-жақта не болып жатқанын түсінбеген секілді. Мәдениетсіз кірқолжай қой бұл. Бұл Нұрғаман Петрович қой. Бұны бірден психауруханасына апару керек. Ей, псих, бұны не үшін істедің? Бірақ ол дым демей тұра берді. Және кішкене күліп тұрды. Қысқасы, Иван, мұнан камераға апаршы. Бұған босқа уақытымды кетіргім келмейді. Тұтқынды уақытша камераға апарды. Себебі бұл Астана Қарағанды трассасының жалғыз бөлімшесі болды. Және өздерінің шағын түрмелері болды. Бірақ ол жерде кешіктіруде отырған адамдар бар. Оларды түрмеге апару керек болды. Олар дәлізде келе жатқанда Иван тыныш бір дауыс естіді. Бәрің өлесіңдер, бәрің өлесіңдер. Иван тұтқынды тоқтатып, камераның қараңғы жеріне қарай бастады. Мынау кім? Тұрады күзетшіден. Жанармай құятын жерде ұстап алды. Ол қауіпті өлтірушіге ұқсайды. Бұл бір-екі күннен соң оны түрмеге алып кетеді. Қауіпті іс бойынша көрші қаладағы 7 адам денесі табылған. Ол бәрінің бет терісін шешіп тастаған. Шешіп тастаған? Шешкен жоқ, жеп қойған шығар. Бір ауру қысқасы. Иван біраз уақыт тұрып, тұтқынның қолының кісенінен ұстап, камерасына апарды. Қабылдаңдар, біреуінің қолының ұшы тимесін. Ей, жаңадан киген, не демей тұрсың? Тіліңді жұтып қойдың ба? Қазір сенің тіліңді жұтқызамыз. Сол уақытта тақырбас шеф полиция өзінің ең жақсы көмекшісімен хабарласты. Я, бөлімшеге келші, мына жерде бір псих мештің итін жеп қойды. Түсінесің бе? Дым сөйлемейді. Сен мұндайлармен сөйлесе аласың ғой. Әлгі психті қамап қойған камерадан жан түршіктірді айқайлар естілді. Ё-моё, ана жерде не болып жатыр? Қазір Макс кете тұршы. Я, келе жатырмын. Макс үшін, яғни офицер полицияға демалыс болған. Бірақ мұндай жағдайлар бірінші рет емес. Бөлімшеге шефтің шақыруымен келуі. Мына жылдағы кім? Серік бол? Ол менің анам емес. Ол менің анам емес. Мен үйге апармашы, сэр. Мен сені үйіне апарайын, сосын мен бөлімшеге кетейін. Маған жұмыс істеу керек. Есікті ашайыншы, қане. Қазір көттерін айырайын. Не? Офицер есікті ашып, ақырын артқа кетті. Ол кісінің көзбен көрген, сөзбен жеткізу мүмкін емес болды. Жаңадан келген псих қайда? Осы кезде төбеден әлгі псих шықты. Оның бетінен жанды жер қалмады. Мұнда не болған?